Амансыңдар ма шырақтарым? Бүгінгі келіп жеткен Наурыз мерекесі құтты болсын. Рахмет! Бұл диірмен. Ата-бабаларымыз бұл диірменге бидайды салып, осылай қолмен он шығарған. Ал бүгінгі диірменіміз сиқырлы, көне ұлттық ойындарымызды ала келіпті. Қазір сендермен бірге диірменді айналдыра отырып, қандай ойындар шығатынын тамашалайық. Ойынды ойнап, пайдасын айта отырайық. Тамағылы ойыны. Бұл ойын ұлттық қимылдау ойындарға құлшылық оятып, физикалық қасиетін дамытады, кеңістікті бақталап, танымдық және жаттелік дағдылары дамиды, түстерді ажыратады. Қиып қайшымен ойып жол салам. Ақсүйек ойыны. Ақсүйек ойыны бұл ойында барлығы ойымен жабыстырылып тұрады. Әуен ырғағымен бала билеп, ойда ойға секіреді. Тоқта дегенде тоқтап, ойды ашу керек. Жұлдыз шықса сұраққа жауап беру, ал сүйек шықса ойын жалғастыру керек. Кім мәреге бірінші болып жетсе, сол жеңімпаз. Ағашымдас қаса сыйлап жақсы көремін. Қуантайын деп оны өлең айтып беремін. Ана туралы тақпақ айтып бере ғой. Сен бақыттысың, гүлім болып өсіп келем. Жайнап жүрші, күліп жүрші, алада мен тілеушім. Тартыс. Қазақтың ұлттық ойындары бірі. Бұл ойын екі бала арасында ойнатылады. Ойында қарсыласын тарту немесе шығарып жіберу. Ойыншылар күштерін сынайды. Шертпек ойыны. Балалар асықты түсіне қарай шерту қажет. Бала асықты шерткенде асықтың түсі жолаққа сай түссе, сол асықты алады және сон шолпы жинайды. Саусақтарды ойнатам, қиып қайшымен ойып жол салам. Қызғы ойыны. Қысқы ойыны қазақтың ұлттық ойыны бір. Ұлттық ойын ақы, шарта түсініп, қасеп, ұлттық құндылықты біреуге ету. Қамшы өріп ән салам, саусақтарды Балалар, сендерге ұнады ма? Я! Тамаша. Ал балаларым, сау болыңдар.